тестіміздің бейне шешімін ары қарата жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз әртүрлі ортадағы электр тоғы. Бастайық. Бірінші сұрағымыз электролиттік диссоциация дегеніміз не ол? Жалпы электролиз процесіне қатысты диссоциация деген ол бізде ыдырау. То есть бейтарап молекулалардың иондарға ыдырауын біз электролиттік диссоциация деп айтамыз, именно сұйықтарға қатысты. Енді келесі 3-4 сұрақтарға қатысты жауабын айту үшін мындай бір тізбек сызайық. Бізде тоқ көзі бар. Тоқ көзіне екі металл пластинка жалғанған болса, бірі плюс, бірі минусына. И бұлар сұйықтың ішіне орналастырылған болса. Мындай сұйық бар. Сұйықтың ішінде орналасты дейік. Плюс, минус, мынау бізде плюс зарядталады, сол жағымыз, оң жағымыз теріс зарядталады. Енді жалпы таза суды алатын болсақ, ол бізде нені тоқ өткізбейді. Егер біз тұзды су қосатын болсақ, енді таза суға мысалы натрий хлор қосатын болсақ, натрий хлор ол иондар плюс-минус иондарға ыдырайды да, ол плюс ион бізде теріс немізге зарядталған пластинкамызға, хлорымыз оң зарядталған пластинкаға тартылады да. Осылай бізде бағытталған иондардың қозғалысы болады да, тоқ жүретін болады сұйықтың ішінде. Енді электролит дегеніміз не ол? Электролит дегеніміз осы процесс жүретін сұйықтық. Немесе ерітінді, немесе сұйықтық, электролиз процесі жүретін ерітінді сұйық. Электролиз деген ол жалпы осы процестің атауы. Недегі сұйықтағы тоқтың жүретін процесс бізде электролиз деп аталады. Зарядталған металл пластинкаларымыз, мына екі теріс және оң зарядталған пластинкаларымыз, бұлар бізде не деп аталады? Электродтар деп аталады, я? Электрод. Бесінші сұрақ. Диссоциация дәрежесі дегеніміз. Диссоциация деген не едік? Бейтарап молекулалардың иондарға ыдырауы. Диссоциация дәрежесі дегеніміз, дәрежесі енді осы иондалған молекулалардың санының жалпы ерітіндегі молекулалардың санына қатынасы. Осыны диссоциация дәрежесі деп айтамыз. Алтыншы сұрақ. Бұйымда таптанудан қорғау мақсатында бір металлдың бетін екінші металлдың жұқа қабатымен қаптау әдісі. Бұл бізде не деп аталады? Гальваностегия деп аталады. Гальваностегия. Бұйымның бұдыр көшірмелерін жасау, бұл бізде гальванопластика деп аталады. Гальванопластика деп аталады. Қалыпты жағдайда gaздардың өткізгіштік қасиеті қандай болады? Бұл енді газдардағы электр тоғына қатысты. Қалыпты жағдайда олар бізде не болып табылады? Изолятор болып табылады. То есть былай айтқан кезде олар диэлектрик болып табылады. Қалыпты жағдайда газдар ол бізде тоқ өткізбейді. Газдардағы электр тоғы бұл бізде разряд деп аталады. 10-шы сұрақ. Ионизация дегеніміз не ол? Ионизация электролиттік диссоциацияға ұқсас. Ионизация газдағы молекулалардың молекуланың электрондар мен иондарға ыдырау құбылысы бізде ионизация деп аталады. То есть газ молекулалардың электрон ұшып шығады. Электрон ұшып шыққан кезде ол біздің молекуланың өзі оң ионға айналады. Біз соны ионизация деп айтамыз. Рекомбинация дегеніміз не ол? Осы иондалған біздің молекуламызбен жаңағы ненің ядро электронның қайтадан бірігуі рекомбинация деп аталады. То есть иондардың қайтадан бейтарап бір молекула болып қосылуы. Газдардың иондаушылары нелер болып табылады? Енді газдардың иондаушылары деген не ол? Жалпы қалыпты жағдайда газ бізде электр тоғын өткізбейді. Ол электр тоғын өткізу үшін ол газ иондалуы керек. Енді осы газдарда электр тоғы пайда болу үшін газды иондау керек. Ол газды иондау үшін қандай нәрселер газды иондайды деген сұрақ. Иондаушылар ол бізде нелер болып табылады? Температура. То есть жоғары температурада газдар иондала бастайды бізде. Немесе жаңағы ультракүлгін сәулелер, рентген сәулелері, гамма сәуле деген сияқты жоғары жиіліктегі сәулелеріміз бұл бізде газдардың иондаушылары болып табылады. Газдардағы электр тоғын тасымалдаушылар нелер? Енді сонда бізде енді газда ионданған кезде не істейді дедік? Электрон бөлініп шығады және ион пайда болады. Демек бізде не болады? Электрон плюс
иондар болып табылады, газдардағы электр тогын тасымалдаушылар. Соққылық иондалу дегеніміз не ол? 15-ші сұрақ, тәуелсіз және тәуелсіз разряд дегеніміз не ол? Осы екеуіне бірге тоқталайық. Жалпы разряд дегеніміз, разряд деген не дедік? Газдардағы электр тоғымыз разряд деп айтамыз. Ол разряд тәуелді разряд деген болады, тәуелсіз разряд деген болады. Тәуелді разряд дегеніміз біз қолдан біз газдарды иондаймыз. Жасанды түрде иондаймыз газдарды, ол бізде тәуелді разряд болады. Тәуелсіз разряд деген болады, ол бізде табиғаттағы өзінде автоматты түрде болады. Мысалға найзағайдың жарқылы деген сияқты, ол тәуелсіз разрядтар. То есть табиғи түрде өтетін газдарды иондалу ол бізде тәуелсіз разряд. Соққылық иондалу дегеніміз не ол? Соққылық иондалу дегеніміз тәуелді разрядтан тәуелсіз разрядқа өтетін процесс. Біз жасанды түрде біз газдарды иондайтын болсақ, белгілі бір уақыттан кейін немесе белгілі бір күш жұмсағаннан кейін ол тәуелді разряд автоматты түрде тәуелсіз разрядқа өтеді. Ол қалай жүреді? Ол үшін соққылық иондалу процесі жүру керек. Соққылық иондалу дегеніміз, мысалға осындай бір тоже процесті қарастырайық. Біздің екі металл пластинкамыз бар, олар тоқ көзіне қосылған, плюс-минус біздің неміз бар, заряд алатын металл пластинкаларымыз болады тоже. И бұның барлығы мынандай бір ішіне газ орналастырылған неге салынады, түтікшеге салынады. И осыдан төбеден иондаушы белгілі бір бізде бір құрылғы болады. Ионизатор деп аталады. Ионизатор. Бұл жаңа айтқан жоғары температура болуы мүмкін, немесе жаңағыдай ультракүлгін сәулелер, рентген сәулелер, жоғары жиіліктегі сәулелер болуы мүмкін. Соны осылай түсіреді. Түсірген кезде мына жердегі біздің газдарымыз не істейді? Ыдырай бастайды. Теріс зарядталған ионға және теріс зарядталған электронға және плюс зарядталған ионға. Енді біздің теріс зарядталған электронымыз не істейді? Плюс зарядталған пластинкаға қарай тартылады, ал ионымыз теріс зарядталған пластинкаға тартыла бастайды. Енді осы жерде негізінде жалпы бізде процесс қалай жүреді? Осы электрон ол плюс зарядталған пластинкаға жүріп бара жатқан жолында негізінде ол жерде не болады? Басқа бір немеге біздің плюс зарядталған ионға соқтығысу арқылы қайтадан ол рекомбинация жүруі мүмкін. Ол үшін біздің ионизатордың несі, ионизация жасайтын құрылғымыздың қуаты өте жоғары болу керек. И ол сондай бір қуаты сондай бір жоғары қуатқа жетеді. Біздің осы теріс зарядталған неміз, электронымыз, то есть электрон ұшып шыққаннан кейін, электрон бөлінгеннен кейін, ол келіп мына жақтағы бір атомға соқтығысқан кезде, атомнан басқа бір электронды ұшып шығарып жіберуі мүмкін. Сондай бір жоғары бір қуатқа жетеді, сондай бір жоғары бір үлкен кинетикалық энергияға ие болады біздің электронымыз. Басқа бір атоммен соқтығысқан кезде, жолда газдың басқа бір атоммен соқтығысқан кезде, одан бір электронды ұшып шығарып жібереді. Бұл ұшып шыққан электрон басқа бір атоммен соқтығысады да, оның электронын ұшып шығарып жібереді. Соққылық иондалу дегеніміз осы. То есть электрон өте жоғары бір сондай бір энергияға ие болады да, басқа бір атоммен соқтығысқан кезде оның электронын ұшып шығарып жібереді, ол басқа біреуінікін ұшып шығарып жібереді. Сөйтіп, белгілі бір уақыттың ішінде біздің неміз пайда болатын электрондарымыздың саны күрт өседі, күрт жоғарылайды. Ол сол кезде тәуелсіз разрядқа айналады, біз соны соққылық иондалу деп айтамыз. Келесі сұрақ, разрядтың қандай түрлері бар және анықтамалары қандай? Жалпы разрядтың бізде 4 түрі бар. Ұшқындық разряд бар, солғын разряд бар, доғалық разряд бар, және де соңғысы тәж разряды бар. Ұшқындық разряд бұл бізде жоғары кернеуде пайда болатын разрядтар. Бұған мысал ретінде найзағайды келтірсек болады. Өте жоғары үлкен потенциалдар айырма пайда болған кезде бізде ұшқындық разряд пайда болады. То есть ұшқындық разряд деген газдардың иондалу процесі, жоғары кернеуде жүретін. Екінші тәж айтайық. Тәж деген бізде жоғары кернеулікте жүретін нелер. Кернеулікте болатын разрядтар, жоғары кернеулікте. Бұл основном мына біздің тоқ жүретін өткізгішіміз болса, өткізгіштің үшкірлеу болып келетін жерлерінде болады.
То есть кез келген біз ток не жүріп жатса, өткізгіштен ток жүріп жатқан кезде сондай бір үшкір бір жерлері қалып қойса, сол үшкір жерлерінде бізде жоғары бір кернеулік пайда болады. Жоғары кернеуліктің әсерінен ол жерде тәж разряды пайда болады. Тәж разрядына мысалы катушка Тесланы келтірсек болады. Катушка Тесланың мынандай бір үшкір бір несі шығып тұрады ғой. Бір сымды шығарып қояды, үшкір сым. Соның төбесінде андай бір нелер пайда болады. Көк түсті бір разряд пайда болады. Сол тәж разряды деп аталады бізде. Келесі доғалық разряд. Доғалық разряд бізде жоғары температурада болады. Жоғары температурада. Бұған біз сварканы мысал ретінде келтірсек болады. Сваркада бізде не істейді, сваркілейді темірлерді. Сол кезде ол осы доғалық разряд арқылы жүреді, жоғары температурада. Төртінші солғын разряд. Солғын разряд сейретілген газдар дейді. Сейретілген газдар дегеніміз төменгі қысымда. Мысалға жаңағы біз мына процесімізді қарайтын болсақ, ионизатор мысалға. Осы жерде, мына жерде ауаның шығарып тастайды. Ауаның несін концентрациясын өте төменгі мөлшерде дейін төмен түсіреді. Ауаның мөлшері төмен болған кезде ол жерде қысым да төмен болады. Қысым төмен болған кезде бізде не болады? Электронның басқа атомдармен соқтығысуға дейінгі жүретін жолы көбірек болады. Себебі ол бізде концентрация аз. Концентрация аз болған кезде электрон ұшып шыққаннан кейін, то есть электрон бөлінгеннен кейін атомнан ол басқа бір атомға соқтығысқанға дейін жүретін жолы көбірек болады. Жүретін жол көбірек болатын болса, ода алатын энергиясы көбірек болады. То есть соққылық иондалу вероятность бізде көбейеді. То есть бұл не болады? Төмен қысымда жүретін біздің неміз. Разрядымыз солғын разряд деп аталады. Бұл основном ана біздің нелер бар ғой, неоновый біздің рекламалар болады, жанып тұратын. Бір вывескалар болады, жанып тұратын рекламалар. И сол жерде бізде осы солғын разрядты қолданады. Келесі 17-ші сұрақ, жартылай өткізгіш алу үшін қандай валентті элементтерді қолданылады? Ол бізде 3 валентті элементке біз 4 валентті элементті қосамыз, немесе 4 валентті элементке 5 валентті элемент қосамыз. То есть 3, 4, 5 валентті элементтерді пайдаланылады. 18-ші сұрақ, жартылай өткізгіштегі электр тоғын тасымалдаушылар, ол бізде электрондар плюс кемтіктер. 19-ші сұрақ, N типті жартылай өткізгіштегі электр тоғын тасымалдаушы және электр өткізгіштің басқаша атауы қандай? Қоспа бұл бізде электрондық қоспа болып табылады. Немесе донорлық қоспа дейді бұны. Тасымалдаушысы электрон, N типті болған үшін негатив электрон осыдан шығады. P типті ол бізде позитрон, то есть оң заряд ол бізде позитив. Ол бізде кемтіктік. Тасымалдаушысы кемтік болып табылады. Ол бізде акцепторлық қоспа деп аталады. Немесе үшінші атауы кемтіктік өткізгіш деп аталады. Электронды кемтік ауысу дегеніміз не ол? Ол бізде әртүрлі типтегі екі өткізгіштің жанасу аймағы. То есть мынау бізде N типті болса, мынау бізде P типті болса, жерде бізде концентрация, электронның концентрациясы көбірек, жерде бізде бос орынның концентрациясы көбірек, бос орын деген плюс заряд деп есептесек болады. И осы жерде бізде ауысу жүреді, NP ауысуы, осы жерде бізде белгілі бір электр өрісі пайда болады. Ауысу дегеніміз осы. Бұның ерекшелігі неде? Бұның ерекшелігі бір бағытта тоқты өткізуінде. То есть бір жағы N, бір жағы P, то есть бір жағы теріс, бір жағы оң. То есть бұл бізде как бы андай тоқ көзі сияқты рөл ойнай алады. Бір бағытта тоқты ғана өткізеді. Оны қай жерде қолданылады? Оны мысалы айнымалы тоқты тұрақты тоққа айналдыратын біздің нелерде трансформаторларда қолдануы мүмкін. Мысалға жалпы немесе мысалы розеткеде бізде нені қосады ғой? Біздің басы бар ғой, адаптер. Сол адаптерде тоже бізде осындай нені қолданады. Диод деп айтсақ болады. Диодтар бұл бізде. 23-ші сұрақ, дыбысты зорайтқыш ретінде қолданылатын құрылғы бұл бізде транзистор. Жалпы транзистордың екі түрлі қызметі бар. Ол бірінші кілт рөлін атқарады, то есть тоқты өткізіп-өткізбейтін. Мысалға айталық, біздің кез келген электронды құрылғыларымызда миллиардтаған транзисторлар болады. Ол әрбір действиеге жауап береді. Мысалға сіз клавиатураны алатын болсақ, бір кнопканы басқан кезде, сол кнопкаға сай жауап беру үшін транзистор қолданылады ол жерде. Екінші ол қызметі кернеуді өзгерткіш.
кернеуді жоғарылатады немесе төмендетеді. Біздің дыбысы зорайтқыш ретінде дегеніміз осы кернеуді жоғарылатады. 24-ші сұрақ. Жартылай өткізгіште температура артқан сайын кедергі қалай өзгереді? Металдарда бізде температура артқан сайын кедергі артады деп айтқан болатынбыз. Ал жартылай өткізгіштерде температура артқан сайын біздің кедергіміз кемейді. Жартылай өткізгіште диодтың артықшылығы неде? Ол тоқты бір бағытта өткізуінде. Тоқты бір бағытта өткізуінде тағы да артықшылықтар бар. Ол өте мөлшері, то есть размері кішкентай, механикалық берік. Бұның артықшылығы және жұмыс жасау мерзімі ұзаққа дейін жетеді. Ал кемшілігі температураға тәуелділігінде. Температура артқан сайын оның кедергісі кемейді, ол температураға тәуелді, ол тез күйіп кетуі мүмкін. Транзистордың қанша түрі бар? Транзистордың екі түрі бар. Ол бізде NPN немесе PNP деген. Транзистор неден тұрады? Транзистор базадан тұрады, коллектор және эмиттер деген нәрседен тұрады. Жалпы үш тілшесі болады, мынандай. База, эмиттер, коллектор. Терморезистор мен фоторезистордың ерекшеліктері неде? Терморезистор деген біздің жартылай өткізгішіміз температураға тәуелді. Мынау біздің жартылай өткізгішіміз фотоға, жарыққа тәуелді. Бұның ерекшеліктері, мысалға, терморезистордың температура артқан сайын оның кедергісі кемейді, тоқ жүреді. Оны мысалға пожарный системада қолданады. Мысалға, түтін шыққан кезде, немесе температурасы артқан кезде ол сигнализация ойнайды, немесе су шашады деген сияқты. Ол бізде терморезистор қолданады. Температура артқан кезде тоқ өткізеді де белгілі бір процестер жүреді. Фоторезистор дәл сол сияқты жарыққа байланысты. Қараңғыда ол бізде тоқ өткізбейді да, ал жарықта тоқ өткізеді. Ол мысалға біздің датчиктерде қолданылуы мүмкін. Мысалға машиналарда болады ғой, өз автоматты түрде кешкілік уақытта бір жарық жанады, шамдар жанады деген сияқты. Сол жерде фоторезисторлар қолданылады. 30-ші сұрақ. Германия элементіне кішігірім фосфор элементін қосатын болсақ, қандай типті жартылай өткізгіш алуға болады? Германия дегеніміз қанша валентті элемент, фосфор қанша валентті элемент? Германия ол бізде 4 валентті элемент, фосфор ол бізде 5 валентті элемент. Ол бізде бір электрон артық қалады. Демек, электрон дегеніміз ол бізде N типті болып табылады, себебі негатив, теріс. Вакуумдағы электрдоғын тасымалдаушылар нелер? Электрондар. 32-ші сұрақ. Уақытымыз берілген, кедергіміз берілген, кернеуіміз берілген, массаны анықта дейді. M дегеніміз Фарадей заңы бойынша KQ немесе KIT, I дегеніміз U бөлінген R, көбейтілген T. Осы формулаға салатын болсақ, бізде жауабы шығады. Келесі сұрақ, бізде қуатты табуымыз керек. Қуатты табу үшін не істейміз? Кедергіміз бар, демек біз не істесек болады? I квадрат R десек болады. I-ды қайдан табамыз? I-ды M тең болады KIT дейміз. Осы жерден I-ды табамыз. Массаны KT-ға көбейтеміз. Масса бар, Т бар, К бар, I шығады, және I квадрат R-ға салсақ, тоже жауабы шығады. 34-ші сұрақ. Энергияның мөлшері қандай дейді? Энергия дегеніміз бізде не бол? Энергияны жасалынған жұмыс десек болады, немесе U көбейтілген Q десек болады. Бізде кернеуіміз бар, ал Q-ді қайдан табамыз? Тоже Фарадей заңы бойынша KQ. Ол жерден Q-ді табамыз, жерге қоямыз. Сол кезде жауабы шығады. 35-ші сұрақ. Пластинканың ауданы берілген, уақытымыз берілген, тоғымыз бар, жүретін I. Никель қабатының қалыңдығы қандай? Никельдің валенттілігі 2-ге тең дейді. Бұл есепті шығару үшін не істейміз? Тоже Фарадей заңын қолданамыз. M тең болады KIT. Енді бұны дальше ашамыз. К жалпы неден шығады? Масса дегеніміз не ол? Масса дегеніміз ρV. Масса дегеніміз ρV. ρV көлемді тоже ашамыз. Көлем S көбейтілген H дейміз. H осы бізде қалыңдық болады. Никельдің тығыздығын тауып алуымыз керек болады. Кестеден тең болады дейміз. К-ның өзі бізде не ол? Мольдік массаны бөлеміз Фарадей саны көбейтілген валенттілікке. IT дейміз. Бізде тоже никельдің мольдік массасын тауып алуымыз керек болады. Кестеден тығыздығын тауып алуымыз керек болады. Қалған мәліметтер бар. Фарадей ол бізде тұрақты сан. Фарадей саны деген. И сөйтіп
біз ашты тапсақ жауабы шығады. Жалпы осы назарларыңызға рахмет.